Қазір Каспий магазинде продавецтердің өзі мошенниктер, яғни алаяқтарға алданып қалып жатыр. Сәлем достар, егер де сіздің Каспий магазиніңіз бар болса, немесе ашуды жоспарлап жүрген болсаңыз, бұл видео сіз үшін арналады. Сол үшін лайк, комментарий қалдырып, қолдап кетіңіздер. Достар, бұл рас. Сіз товарға упаковка жасар алдында өте мұқият болыңыз. Себебі товарды өткізер кезде, егер де бір клиентке бірнеше товардан салатын болсаңыз, бір түрінен, сол кезде курьерлер алып қалуы мүмкін, немесе клиентке жетіп, клиенттің өзі курьерге көрсетпей, сол товарды ашып, біреуін алып қалады. Содан кейін Каспий операторларына шығып, маған товарды толық жіберген жоқ, ақшамды қайтарсын деп талап етеді, немесе тағы да қайтадан сізге товар салуын міндеттейді. Сондықтан мұндай жағдайдың алдын алу мақсатында міндетті түрде упаковка жасар алдында видео жасап алыңыз. Сол арқылы сіз шынымен де бұл товардан 2-3 салғаныңызды дәлелдей аласыз. Немесе бір товар болса да 2 түрлі, немесе 3 түрлі накладной бөлік-бөлік жасап жіберіңіз. Әрине бұл кезде упаковкаға жеке төлейсіздер, алайда сіз алданып қалудың алдын аласыз.